Сондықтан мына жалған ғұмырда кезінде пайғамбарымыз осы істі жалғыз өзі бастады. Теріс кеткен қоғамда 23 жылдың ішінде аяққа тұрғызды. Білге қағанмен күлтегін өздерінің әкесі ел терістен қалған түрік қағанаты быт-шыт болып кеткен кезде екі жас бала, біреусі 12-де, біреусі 15-те қайтадан сол мемлекетті құрып шығып, әлемге қуатты мемлекетке айналдырды. Сонда екі баланың саясатында күндіз отырмадым, түнде ұйықтамадым, қара терімді төктім, қызыл қарымды ағыздым, мына жағы Шаңтың жазығына дейін жауладым, мына жағы Тибетке дейін жауладым, мына жағы темір қақпаға дейін, Құдысқа дейін жаулаған екен. Тізесі барды тізерлеттік, басы бардың басын идірдік. Кім үшін? Түріктің баласы, сен үшін. Құл едіңдер кезінде, міне құлдарың бар. Күң едіңдер, күңдерің бар. Мал жоққа мар бердік, жер жоққа жел бердік. Енді сендерден аспан құлап төбелеріңе түспесе, қара жер айылып кетпесе, мына жердің бетінде ешқандай мемлекет сендерге әңгіме айта алмайды, басын алмайды. Ешкім сендер жаулай алмайды деген қуатты мемлекет құрған. Қазақ халқы ыдырап, Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама өтіп, қазақ қырылып енді жоқ болам деп тұрған кезде, әрбір 10 еркектің 8-і шейіт болған кезде, Төле би атамыз тәуекелге бел буып, қалдан серенге өзі барды. Алдына тізесін қойып отырып, Қойгелді батыр қасында: "Ей қалдан, 15 жылға бітімге келейік. Соғыспайық, бізге тиме. Екі баламды залогқа берейін" деп, екі бірдей баласын кепілдікке беріп, Қожамжармен жоланды. Сөйтіп 15 жылға бітім алды. Ол Құдайбия келісім жасады. Өйткені пайғамбардың тарихынан хабары бар еді. 15 жылдың ішінде 5-ақ мың әскер қалған ұлы жүз 15 жылдан кейін 30 мың әскер шығарды ғой. Сонда әрбір ауылға 3 адамнан тәрбиеші қойған екен. Бүгінгі қазаққа дәл сондай саясат керек. Әрбір ауылда тәрбиелейтін 3 адам болу керек. Бірінші ақсақал, ауылдың тәрбиесіне жауап береді. Екінші имам, ол имани тәрбие береді, медресе сабақ беретін. Үшінші батырды қойған екен, қылыш тасуға, садақ атуға. Міне әр ауылда тәрбиеледі осы 3 ауыл 3 жігіттен қойып, өзі барып жаңағы есебін алып отырған, уағызын айтып отырған, жесір қалған келіндерді тырғаған еркектерге үйлендірген. Сөйтіп ауылды аралап, жаңағы атты шыбық қымын жүрген балаларды көріп: "Ей шырақтарым, қашан ері боласыңдар? Қашан жауымыздың сағын сындыратын күн туады? Қашан ері болады екенсіңдер?" деп ауылдан шыға бере қолын көкке жайып, көк таспихын тартып отырып дұға жасайды екен, жылайды екен сонда. Сөйтіп 15 жылдан кейін 5-ақ мың әскері бар ұлы жүз атқа қоныңдар деген кезде 30 мың әскер шығарған екен. 30 мың әскер. Жай ғана әскер емес, иманды әскер, шетінен батыр. Неге сол кезде Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбайлардың барлығы неге батыр шетінен? Бәрі 15-те, 16-да, 17-де, 18-де атына мініп, елін қорға батыр. Көрдіңіздер ма? Ана Жәнібектің айтатын сөзі бар ғой: "Сен өлсең қан ием туғылайды, біз өлсе қатын бала бір жылайды" деп Абылай ханды құтқарып алған қоршаудан. Сол 18 жастағы бала, Райымбек 15 жасында. Ал енді Ақтанберді болса, жаудан көрген қорлығым сарысу болды жүрекке, 17-имде құрсанып қылыш ілдім білекке, жауға қарай аттандым жеткіздеп Алла тілекке дейді. Жүрегінде Алласы бар, қолында қылышы бар, елін қорғап, ұрпағым құл болмасын деп. Аңырақай шайқасы біткеннен кейін Абылай атына қонып айтады: "Міне, дәл қазір қазақ енді бұлай жиналмайды. Ана аузы басы жын кәпірді Мәскеуіне бір-ақ тығайық" деген екен. Ойлаңызшы, Абылайдың рухын қараңыз. Сонда Бұқар айтады: "Ей Абылай, жауымыз онсыз да көп, мына жақта Қытаймен, жоңғармен қырылысып жатырмыз. Орыспен қазірше ерте" деген екен. Міне, сондықтан құрметті ағайындар, қазір мына тәуелсіз елдеміз. 30 жыл болды. Есімізді жиып, өкімет басындағылары да жаңа Қазақстан құрамыз деп білек сыбанып, бел шешіп жатыр. Сондықтан елге барғаннан кейін қарап қалмай, әрқайсымыз өзіміздің саламызда елімізді, қазағымызды түзейік. Қыздарымызға жанашыр болайық. Әрбір қазақтың қызына аға ретінде қарайық. Сонда мына Алтын Емелде үлкен соғыс болады. Сол соғыста Қарақытай қаптап, жоңғар мемлекетін жойғаннан кейін бізге қарай шабады ғой. Енді мына даланы басып алу ғана қалды. Бітті. Басқа ештеңе керек емес. 4-ші рет шапты дейді Қытай әскері. Қара құртай қаптаған, қара киінген Қытайдың әскері құжынаған құмырсқадай келе жатыр. Қазақтың бір батырына 20 әскерден келеді екен. Онда бүкіл ненің үстінде Абылай бастаған, Бұқар жырау бірнеше қазақтың үлкендері тұр сол кезде. Онда Бұқар жырау келіп Абылайға айтқан екен: "Ей Абылай, қасқырдан қорыққан қойшыдан жақсы күзетші шықпайды шырағым. Жауыңды жеңгің келсе, алдымен өзің есен.
Сол кезде мына бәлекеттен, мына зұлматтан барлығымыз құтқарасың дейді. Сонда Абылай айтқан екен, көңілімде бір күдік бар бұқараға дейді. Соны қалай жоям деген екен. Көңілімдегі күдікті кетіретін бірақ нәрсе бар, ол ажал дейді. Ажалға бәс тігу арқылы өзіңді де құтқарасың, еліңді де құтқарасың, көңіліңде күдікті де жоясың дейді. Ажал деп қарайды Абылай. Иә, ажал. Шап мына жаққа Абылай деген екен, бұқар жырау. Қараса етекте қырғын соғыс болып жатыр, қазақтың оң жақ қанаты жапырылып бара жатыр ғой, жеңіліп. Абылай шалқұйрығын тебінеді да бірден шаба жөнеледі. Қазақтың бытыраған әскерлері Абылайды көріп, Алла, Алла, Абылай, хан ием деп барлығы жиналып, ана жаққа шабады ғой жаңағы. Абылай шауып кеткен кезде бұқар жырау атынан түседі, қасындағы бір топ билерімен, батырларымен белбеулерін шешіп, мойындарын аледі да дұға жасайды ғой Алла тағалаға. Раббысына ақсарбас айтып жалына бастады дейді. Қараш, Алланың сәттілігімен жеңіске жетеді. Ақ тұлпарын ойнақтатып кешке Абылай келеді. Бұқараға күдіктің ер жігітке серік емес екен, енді түсіндім деген екен. Жәнібек батыр 17 жаста екен. 17 жаста, өздерінің жасты ғой. Күндердің бір күнінде Абылай 300 бастап үлкен соғыс аттанады. Сонда Жәнібек батыр Қазбек бидің тәрбиесінде өскен Қазбек батырдан келіп, бір тізесін жерге қояды да, Алдияр тақсыр ағатам дейді. 300-дің баласы жауға аттанды, батаңызды беріңіз, мен де Абылайдың артынан барайын дейді ғой. Сонда 17 жасар балаға жаңағы Қазбек атамыздың жауабын ай, жас шырағым дейді, жасыңа жетпей жау тілеме, әлі жассың ғой дейді. Сол кезде Жәнібек ашуланып үйден шығып келеді. Сонда Қазбек атамыз айтады жігіттерге, ана Жәнібек шырағымды шақырыңдар, батасы кетіп жүр, батасы кетсе жол болмас. Немесе анау құсадан жарылып өлер деп ызаланып, құсадан жарылып өлер, шақырыңдар, батасын берейін дейді. Сөйтіп батасын береді, батасын берген кезде, жаңа қайтадан кірген кезде Ақ-Ордаға айналайын шырағым қолыңды жай. Қол бастасаң сөзің киелі болсын, жол бастасаң, қол бастасаң сөзің киелі болсын, ел бастасаң жолың киелі болсын, жорытқанда Алла жолдасың болсын, әумин деп батасын береді. Өзінің бір көкдөнені бар екен. Көкдөненге мініп, сауыт сайманын асынып, қылыштарын алады да келесі ауылда анасы тұрады екен. Анасына барады. Анасына барса, анасы жаңағы киіз үйден қарап тұр екен, баласы шауып келеді, далаға шығады да, балапаным, білдім, сен де азамат болдың ғой. Ағатаңның батасын алған екенсің, мен де батамды берейін. Бірақ жалғызым ау дейді, сенің қызығыңды көрсем деп ойлап едім дейді. Өйткені жетім болған, әкесі кішкентай кезінде қалмақтар өлтіріп кеткен, соны көзімен көрген өзі. Бұл бала енді 17-ге толған кезде қалмақтан өш алу керек. Ойлаңыздаршы. Сөйтіп анасы батасын береді. Қызығыңды көрсем шіркін-ай дейді, бірақ азамат болдың ғой, сен де жаңағы әскерге қосыл деп батасын береді. Балам дейді, егер де оқ алдынан тиген болса, ананың ақ сүтін ақтағаның дейді. Алдынан тиген болса, егер оқ артынан тиген болса, аналық парызын кешірмеймін дейді. Алдымен осыңды тап, одан ет босыңды тап, еліңмен бірге болсын деп батасын береді. Сөйтіп Жәнібек батыр қазақтың әскеріне барып қосылады. Сол кезде жаңағы бір ақсақалдан сұрайды, анам өстіп бата берді деп. Сонда ай, не деген керемет бата. Анаң ана екен ғой, ана болғандарға дана екен ғой дейді. Алдынан оқ тиген деген, ол қас батырдың жауға тікелей шапқан, қорықпаған батырдың алдынан оқ тиеді. Қашқан қорқақтың атынан оқ тиеді. Ал анам айтқан екен, ешқашан жаудан қашпа деп айтқан екен ғой дейді. Алдымен досыңды одан қосыңды тап дегені, үнемі қасында мықты достарың, жанашыр бауырларың және еліңмен бірге бол дегендегісі екен ғой дейді. Анаң қандай дана деп жаңағы ақсақал айтып береді. Сонда Жәнібек батыр жаңағы анасының батасы қабыл болған соншалық бір құдайдан басқа ешкімнен қорықпайтын болады. Үлкен алапат қырғын соғыс болады. Сол соғыста жаңағы Абылай ханның өзі атынан түсіп қалады қалмақпен. Аты жаңа былай келіп Абылай хан шайқасып алады, ортада қоршауда қалып. Сол кезде жаңа 17 жасар бала Абылай ханға барып көкдөненін береді атын. Алдияр тақсыр хан ием дейді, мына атқа мініңіз, мына қоршаудан шығыңыз дейді. Сонда жаңағы Абылай хан айтады, өзіңде өрімдей жас екенсің ғой, өзің қайтесің деген кезде жаңа 17 жасар баланың сөзін қараңдар. Сіз өлсеңіз хан ием туғылайды дейді, біз өлсе қатын бала бір жылайды деген екен. Сіз қазақтың туысыз, сіз қазақтың намыссыз.
Біз деген ешкім емеспіз. Екі долы қатынды бір өсіп батыр туады. Не көп қазақта батыр көп. Біз өлсе қатын бала бір жыл айтпай қояды. Сіз өлсеңіз қазақтың туы құлайды деп Абылай ханды өзі көтеріп атқа мінгізеді. Сөйтіп Абылай ханды қоршаудан шығарып жібереді. Өзі Абылай хан Ақбоз атты ұстап мінеді да сол жерде жаңағы қайтадан соғысады. Сол соғыста Жәнібек батыр 17 жастағы қалмақтың екі бірдей Түмен басының басын кеседі жекпе-жекте. Түмен басы деген 10.000 әскердің батырлары ғой, бас батырлары. Сол кезде барып қалмақ кейін шегінген екен. Ана бас батырлары соғыста өлгеннен кейін ары қарай кері қайтады. Содан кейін барып жаңағы Абылай хан соғысты таңертең оянса, Абылай хан Ақбоз аты мама ағашына байланып тұр дейді, киіз үйдің алдында. Қараса жаңағы қанжығада, құйысқанда екі бірдей бастыр дейді. Байы қалмақтың атынан артып өтетін екі бірдей бастыр. Сонда мына бастың иесі кім дейді оны? Кім шауып алды басын деген кезде кешегі өзіңізге ат берген Жәнібек батыр ғой дейді. Шақырыңдар батырды, үлесін берейін, батырды марапаттайын дейді ғой. Сол кезде батырды алып келеді. Сонда айтады, 3 тілегіңді орындаймын шырағым дейді. 3 тілегіңді айта ғой. Сол кезде Жәнібек үндемейді дейді. Ой батыр, 3 тілегіңді орындаймын, айт маған дейді. Қандай тілегің бар? Тағы үндемейді дейді. 3-ші рет айтқан кезде барып, алдияттасы хан ием дейді. Бір басыма жететін дүнием бар дейді. Тек қана оң тізеңізден орын берсеңіз болды деген екен. Оң тізеңізден орын берсеңіз дегені жаңа өзінің руын ақсақалдарына келіп Абылай ханның алдына дәрежесін көтереді ғой. Сөйтіп өзінің Абақ деген руына бас батыр етіп сайлайды бұны. Және Абақ руының туын сайлап береді Абылай хан. Сөйтіп бас батыр сайлаған кезде жаңа Абақ деген рудың адамдары, ақсақалдары бар. Айналайын шырағым, Жәнібек жан, бас аяғымыз тірі тұрған кезде сенің алдына кесегімнен өтпейміз деген екен. Өйткені ханның алдында жаңағы рудың мәртебесін көтерді. Біздің бабаларымыз бұлар не көрмеген? Кешегі Салқам Жәңгір Орбұлақта 600 жігітімен соғысып жатқан кезде анау Самарқаннан Жалаңтөс батыр 20.000 жігітін жіберді. Ол Самарқаннан келіп біткенше Орбұлақта Салқам Жәңгір 600 жігітімен батыр Қонтайшының 10.000 әскерін жоққа жіберді, талқанда жіберді. 40.000 әскерімен тұр, не істерін білмей. О жердің бәрін орып қасып тастаған, түтінді өтеді, ұлы түтіндерді, ненің үстінен ата, таудың үстінен дегендей. 600 жақ жігіт, қазақтың 600 батыры Салқам Жәңгірдің. Сөйтіп 20.000 әскер келіп қосымша күш болады да, батыр Қонтайшын тас талқан шығарады. Бірнеше жылдан кейін Жалаңтөс батыр Қызылбастармен соғысады, ирандықтармен. Сол кезде Салқам Жәңгір 100.000 атты әскер жіберген екен. Ойлашы, 100.000 жігіт атқа мінген атты әскер. Сонда мына қазақ деген бірін-бірі қолдап жатыр ғой, бірін-бірі қолдап, бір-біріне қол ұшын беріп, ауыз біршілік. Төле би атамыздың айтатыны бар ғой, жалғанда ойлап тұрсаң бірлік керек, бірлікті ойлаған соң тірлік керек. Ағайын қала көз бола қалсаң, аузынан есебеңді біреу жемек дейді.